Бейсен қала ішіндегі бір наубайхананың жұмысшысы. Қызметін тиянақты әрі ұқыпты істейтін. Ол қашанда өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарап, табысының адал болғанын қалайтын, әрі қадағалайтын. Зауыттан ең кеш шығатын да сол. Бұл зауыттың наны басқаларға қарағанда арзандау болғандықтан, ел негізінен осы зауыттың нанын сатып алуға құмар. Зауыттағы нан салатын үлкен пештің іші ара кідік тазаланып тұрушы еді. Оны да көбіне Бейсен атқаратын. Айт мерекесінің соңғы күні. Ертесі күні нан шығарылуы керек. Бейсен тазалық жасап қайту үшін зауытқа барды. Ішке кіріп, сыртқы есікті жапты. Жарықты қосты да, пештің қақпағын ашып, ішке кірді. Керекті тазалығын жасап, үйге қайтпақ. Әдет бойынша таңғы 4-ке жақын бірді-екілі жұмысшылар да келе бастайтын. Келе сала тоқпен істейтін пештің түймелерін басатын. Сөйтіп олар қамырды илеп әзірлегенше пеш қызып дап-дайын тұрушы еді. Бейсен тазалыққа беріліп кетті. Бір жағынан өзі ұнататын әнді де ыңылдап айтумен болды. Дәл сол кезде зауыттың жас жұмысшыларының бірі Шыңғыс зауытқа қайта соқты. Ол кірлеген жұмыс киімін алып кетуге келген еді. Кір киімін үйге ала кетіп, жуғызып, ертесі күні таза күйінде кимек болған. Сыртқы есікті ашқанда таң қалды. Ой, сұмдық. Іштегі жарықты сөндіруді біреу ұмытып кеткен-ау шамасы деп ойлаған ол, барып кір киімін алды. Пештің алдынан өтіп бара жатып, ашық тұрған пештің есігін қолмен сәл итере салды. Шығып бара жатып, жарықты сөндіріп кетуді де ұмытқан жоқ. Жарық сөнгенде Бейсен бірден пештің есігіне жүгірді. Бірақ қайдан? Пештің қақпағы сырттан кілттеніп қалыпты. Бар күшін сала айғайға басты. Пештің есігін ұрғылады. Бірақ қанша тепкілеп тоқпақтағанымен дауысының сыртқа естілуі мүмкін емес еді. Сырттан да тырс еткен пенде болмады. Төбе шашы тік тұрды. Жүрегі аузына тығылып аласұра бастады. Біршама уақыт өз-өзіне келе алмады. Демі аздап басылғанда сағатына қарады. Сағат түнгі 11-ден 5 минут кетіпті. Шамамен пешті қыздыруға 5 сағаттай уақыт қалыпты. Бір демде-ақ өліммен бетпе-бет келгендей болды. Қатты үрейге берілген сонша, көз алдына қорқынышты елестер келді. Бұдан әрі не болатын қазірден-ақ сезгендей еді. Алдымен денесін тер басады, артынша қиналып, демі жиілей береді. Пеш қызуымен қоса дене қызуы бірте-бірте арта түседі. Мүмкін бұлардың бәрі басталмай жатып-ақ жүрегі тоқтап қалар. Мүмкін сол сәтте жынданып кетер. Жынданып тұрып, есік кете айғайлап күлетін шығар. Рас, соның өзі де тәуір шығар. Бір жынданып кетсе, мынадай жанын жеген азапты ойлардан бірден арылар еді-ау. Ойына пештен күнделікті пісіп шығатын ып-ыстық нандар оралды. Сондағы ыстықты айтсайшы. Ыстық өтпей жатып қолын тартып ала қоятын. Осы жолы сол нандардың орнында енді өзі піспек. Бірнеше күн бұрын жұмысшылардың қарны ашып, кішкене ғана қазанға тамақ жасаған еді. Бір уақытта байқамай, әлгі қазанның қып-қызыл түбіне жалаң қолының тиіп кетпесі бар ма? Қара қошқылданып бірден ісіп, ішіне су толып шыға келді. Сонда бар болған 2-ақ саусағы күйіпті. Соның өзіне шыдай алмай ойбайлаған күйі қолын суық суға малып еді. Ал енді ше? Енді 2 саусақ емес, бүкіл денесі тырысып-бырысып, күйіп жанбақ. Көз алдына кинолардағы жанған адамдар елестеді. Өз жайы олардан да қиын. Өйткені бұл бірден жанып кету емес, бірте-бірте жындана айғайлап, тіпті айтуға аузың бармайды. Пештің іші ысы бастағандай. Құйқа тамыры шымырлап кетті. Есікті жауып кеткен кісі пешті де қосып кетті ме екен? Мына астықтың бара-бара артқан несі? Ой, тоба! Күткен сәт қалай тез келді? Сағатына қарады. Сағат түнгі 1. Ой, сұмдық! 2 сағат қалай тез өтті? Уақыт тура су секілді. Өміріңде бір су екен ғой, деді іштей. Қолымен қабырғаларды ұстап көрді. Жоға, денесінің ысыған болмаса, пеш әлі суық екен. Біраз ес жиды. Үйін ойлады. Әйелі есіне түсті. Әйелі мен баласын елегізіп уайымдай бастаған болуы керек.
Біраз ес жиды, үйін ойлады. Әйелі есіне түсті. Әйелі мен баласы елегізіп уайымдай бастаған болуы керек. Үйден шығып бара жатып, неге ғана шеке басы тырысып әйеліне ұрысты екен? Өмірлік жолдасын сыйлап, кішкене сыпайылау боп жүрсе қайтер еді? Баласы ше, оны да ұрғаны жөн болмады. О дүниеге барғанда олар үшін де Алла алдында өзі жауап береді емес пе? Шіркін, ана бір жылдары әйелінің айтқанын тыңдай салу керек еді. Әйел оған, келсейші, екеуміз намазды бірге бастайық деген еді. Бейсен оған, біраз қартайық та, деп кейін бүкіл бір өмірдің емес, қарттықтың ғана есебін беретіндей қиқарланып жүре жауып қайтқан. Пеш тазалауға келе жатып, неге мешітке бас сұқпады? Азаншы жүрек түкпірінен шыққан әуезді даусымен жұртты түнгі намазға шақырып, Алла тағаланың ұлылығына бас июге, құлшылық етуге шақырып жатпап еді? Тіпті болмағанда өлер алдындағы соңғы намазын оқып кетер еді. Мүмкін сол соңғы намазын Алла тағала қабыл етіп, басқа намаздардың есебін кешірер ме еді? Қап ақымақ басым-ай, деп басын төмпештеді. Әйтпесе намаз оқыған адам қандай жақсы десейші. Қай намазын оқыса да, оның соңғы оқыған намазы болып есептелмей ме? Құдайдың алдына маңдайы сәждеге тиіп барады ғой. Бірақ қанша қалағанмен бір бітпейтін күйбең тіршілік оған жар бермегенді. Ал баласы ше? Баласы 7 жаста. Баласының тамағы мен киіміне қанша мән беріп шаң жуытпағанмен, оның теледидардан не бір сойқандар мен арсыздықтарды көргеніне еш тыйым салып көрмепті. Одан да Алла мен пайғамбардың кім екенін үйретсейші. Ойына бірден өз балалық шағы оралды. Өмірінің әр күні көз алдына елестеп өткендей болды. Өмірінің әр күні көз алдына елестеп өткендей болды. Бірақ қайсы бірін еске алмасын. Ол күндерден қатты өкінетін күнәлар мен жиіркенішті қылықтар ғана қалыпты. Бар істеген күнәлары бүге-шүгесіне дейін есіне түсті. Демек, осының бәрі үшін Алла алдында жауапқа тартылатыны сөзсіз еді. Осы сәт есіне бір нәрсе сап ете қалды. Үміт оты жалт етті. Дереу пеш ішіндегі таза тозаңмен таяммум соғып намазға тұрды. Бәрі әбден шегіне жетіп үзілер шақта басқа кімге жалбарынасың? Негізі, бар намазда өзін осылай сезіну керек еді. Өзін өмірінде тұңғыш рет жаратушымен тілдесіп тұрғандай сезінді. Бүкіл әлем атаулының жаратушысына шын көңілімен шүкіршілік айтуды, бір ғана содан жәрдем тілеп, бір ғана соған арқа сүйеу керектігін, дұрыс адам болуды бар жан тәнмен сезінді. Шын ынта-ықыласымен сәждеге бас қойды. Түптің түбінде бәрібір сол Құдай жаққа баратындығын естен шығармауы керек еді. Шаршаған сайын отырып тәубе қылды. Құдіреті шексіз Алла тағаладан кешірім тіледі. Тағдырдың талайымен тар жерге қалай таңылып қалды десейші. Пеш ішінде отырғандығы есіне түскен сайын денесін тер жуып өтті. Шыңғыс үйіне келе сала жастыққа бас қойды. Түн ортасы шошып оянды. Сағатқа қарады. Сағат 3-тен 15 кетіпті. Түс көріпті. Не деген қорқынышты түс десейші. Бірден есіне әлдене түсті. Мүмкін емес. Пештің есігін жапқан кезде ішінде Бейсен қалып қойған жоқ па екен? Киіне сала дереу көшеге жүгірді. Екі өкпесін қолына ала тоқтамастан ұшты. Түнгі жұмысшылар әлі келе қоймаған кез. Есікті ашты, жарықты қосты. Бірден пештің есігіне жармасып ішке дауыстады. Бейсен! Іштен ешқандай дауыс естілер емес. Бірнеше рет тағы да айғайлады. Бейсен болса жылай-жылай екі көзі бұлаудай болып намаз оқып жатыр еді. Намазға беріліп тұңғиықтап кеткені сонша, тосыннан аты аталған кезде селк ете қалды. Мүмкін емес. Құлағы шалыс естіген болу керек. Сірә, ой қиялдың әсері шығар. Бірақ дауыс тағы да естілді. Біреу Бейсен деп шақырып қояр емес. Пештің ішіндегі жарық тәске қосылды. Намазын аяқтап, сәлем берген соң, пештің есігіне қарай жүрді. Пештің есігінен үңіліп тұрған Шыңғысты көрді. Іштен шықты. Өз көзіне өзі сенбеген Шыңғыс
тұрған орнында қатты да қалды. Әлі сілейіп тұр. Қатты қорыққаннан Шыңғыстың тілі «Сен кімсің?» деуге ғана келді. Бейсеннің Шыңғысты құшақтамақ болған қолдары ауа қармап бос қалды. Бейсен әлі еңіреп тұр. Даусы жыламсырап шықты. «Кімсің деген несі? Көрмей тұрсың ба? Бейсенмін ғой. Кеше кешкісін пешті тазаламақ болып ішке кірген едім. Біреу сыртымнан пештің есігін жауып кетті» деді. Шыңғыс: «Мүмкін емес». Бейсеннен көз алмаған күйі: «Сен Бейсен емессің». Бейсен алғашында Шыңғыстың бұл қылығына не дерін білмеді. Күнде бірге жұмыс істейтін досының өзін танымағаны несі? Жүгіріп барып айнаға қарады. Жоқ, мүмкін емес. Мынандай түр мен мынандай шашты өзінікі деп қалай айта алады? Бүрісіп қалған қолдарын солып кеткен жүзі мен аппақ қудай болған шаштарына апарды. Бірақ түнде қалай қартайып кеткен? Өкіріп бетін басты. Айнаға қайтып қарауға жүрегі дауаламады. Өйткені өз түрінен өзі зәресі ұшып кеткен еді. Ой, жалған десейші. Отқа күйудің не екенін шындап сезінгенде маған ұқсап бірақ түнде қанша адам қартайып кетер еді. Алдымыздан тосар ақыретті ойламай бір күнгі қу тіршілікке мәз болып жүре беру қаншалықты ақымақтық десейші. Бейсеннің көкейінен осы ойлар кетпеді. Өйткені ақыреттегі лаулаған тозақ отында мәңгілік жанбау үшін де бұл дүниеде иман етіп күнәлардан арылудың қажетін ол жаңа ғана анық түсінген болатын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Ойларыңызбен бөлісіп каналға жазыла отырыңыздар.